Жер сілкінісін болжауға және ақпаратпен қамтамасыз етуге 700 миллион теңге кеткенін білесіз бе? Алматыда жер сілкінісі болмай тұрып, қала бойынша төтенше жағдайлар департамент өкілі Бекболат Бұғабаев ақпараттандыру 100% жүреді деген еді. Бірақ хабарландыру жер сілкінісі біткеннен кейін ғана келді. Неге халыққа хабарлама уақытылы келмеді? Бұл тендерді кім жеңіп алды? Сұрақтың жауабын бірге зерттейік. Оған дейін каналға жазылып, лайк басып кет. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда. Бақылау пунктінен ақпарат тарату үшін 2023 жылдың сәуірінде Төтенше жағдайлар министрлігі сейсмологиялық тәжірибе әдістемелік экспедициясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 696 миллион 510 мың 714 теңгеге келісім шартқа отырды. Тендер бір көзден ойнатылып, ашық конкурс өтпеген. Тендерді министрліктің өзіне қарайтын компания жеңіп алған. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігінің вице-министрі Асхат Оразбек хабарландырулар не үшін ерте жетпеген деген сұраққа SMS-ті жаппай тарату кезінде әр хабарлама кезекке тұрғандай тізіліп, соның кесірінен уақытылы жетпейді деп жауап берді. Сонымен қатар Алматының төтенше жағдайлар департамент бастығы Нұрлан Атығаев қалалық электродабылдар тек 5/5 балдық жер сілкінісі кезінде іске қосылады. Сондықтан оны қосудың еш мәні жоқ екенін айтты. Техникалық талаптарға сәйкес жеңіп алған мекеме жер сілкінісін заманауи болжау әдістері мен ақпараттандырудың арқасында тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі, сондай-ақ еліміздің сейсма қауіпті аймақтарында бақылау мен зерттеу жүргізу керек еді. Бірақ сейсмологтар 23 күні түнде болған жер сілкінісін болжай алмады. Ғалымдардың пікірінше жер сілкінісін дәл болжау мүмкін емес. Салыстырмалы түрде ұзақ мерзімді болжам сенімдірек болады, ал қысқа мерзімді болжам тиімділігі бойынша кездейсоқ айтқан болжам секілді. Сөзімнің соңын Кембридж университетінің ғалымы Джеймс Джексонның сөзімен аяқтағым келеді. Адам өмірін сақтап қалу үшін жер сілкінісін болжап үйренудің сізге қажеті жоқ. Сіз мұны жер сілкінісіне төтеп беретін ғимарат салумен-ақ жасай аласыз. Адамдарды жер сілкінісі емес, үйлер өлтіреді. Материалмен толық танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп оқып шықсаңыз болады. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқыңыз.